Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Зейнолла Шүкіров көл жағасында. Ғабит Мүсірепов көлде. Бүгінгі сабақтың мақсаты өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Балалар, мына жұмбаққа назар аударайық. Ауыл сыртында сайда жатыр үлкен айна. Ол не? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жұмбақтың жауабы көл. Ендігі кезекте көл туралы қысқаша мәліметпен танысайық. Мұны білгендерің жөн. Көл тікелей теңізбен қосылмаған құрлықтар өңіріндегі суға толы дербес ойыстар. Қазақстанда ірілі ұсақты 48.260 көл бар екен. Олай болса, бүгінгі сабағымыз да осы көл жайында болмақ. Зейнолла Шүкіров 1927-1970 жылдары өмір сүрген. Ақын, жазушы. Қызылорда облысы Арал ауданында дүниеге келген. Балаларға арналған Күншуақ, Менің достарым, тағы басқа әңгімелері бар. Ғабит Мүсірепов 1902-1985 жылдары өмір сүрген. Жазушы, драматург, сыншы, қоғам қайраткері. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Тұңғыш романы Қазақ салдаты. Қазір енді балалар оқулықтарымызды аламыз. Көл жағасында, көлде мәтінімен танысамыз. Қазір менімен бірге сіздерде оқулықтан осы берілген мәтіндерді оқимыз. Көл жағасында. Тау етегі көк кілем, балауса раң шөп кілем. Өзен бойын жағалай, өскен мынау қоғажай. Талма түстің көзіна, шөлде қатты қозылақ. Қарайды үркіп үйректер, не нәрседен сезік ап. Қашбүйректер сезік ап, темейді ғой қозы лақ. Көлден. Күн жаңа ғана көтеріліп келеді. Жазғы тұры кең пейіл дүние шыққа малынып маужырап тұр. Бармақ басындай қара ала аралар үлбіреген гүлдерге қонып, бал жинап жүр. Ат жағының жапырып кеткен балғын көк шөптеріне жаның ашығандай. Жал-жал болып біткен қалың орманды, қара топырақты құйқалы жер. Көл де көп. Көл бетінде шомылып болып, айнаға қаранып, сыланып отырған аққу, қаз, су бетіне түскен сәулелер мен сұлулық салыстырып сырласып отырғандай. Жайылымнан қайтқан мыңдаған үйректер суылдап келіп көлге қонады. Қыбыр-қыбыр, жыбыр-жыбыр сырласады да қайта ұшады. Оттады, тойды, су ішті, қанды, енді қамысты, томарлы көлдердегі ұялары еске түсті. Қайта ұшып кетті. Енді балалар, осы мәтіндерден ортақ мәліметтерді тауып атайық. Енді сөздіктер бекеті. Жаңағы мәтіннен біз өзімізге таныс емес сөздер кездесті. Я балалар? Яғни раң деген ол шөптің аты екен. Кілең деген барлығы түгелдей. Қоғажай орман ішінде тоғайда өсетін шипалы өсімдік. Талма түс күннің төбеге келген кезін білдіреді екен балалар. Енді тапсырмаға назар аударайық. Кестені толтыр. Бұл жерде өсімдіктер және оған қатысты сөздерді мәтіннен тауып жазуымыз керек екен. Және құстар және оған қатысты сөздерді тауып жазамыз. Жануарлар, жәндіктер, оларға қатысты сөздерді тауып жазамыз. Келесі тапсырма.
Берілген жоспар бойынша көлде тақырыбына мәтін құрастыр. Көл жағасындағы өсімдіктер, көлдегі тіршілік, көлдің пайдасы. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.